Қайырлы күн, кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Мені кіріп отырған барлықтарыңызға рахмет. Кенжебекова Ғалия ханым, қош келдіңіз. Жүрегім, інім армияға кетті, ауырып дегендей сондай болып отырмыз. Қош келдіңіздер. Не жаңалықтар, сіздердің сұрақтарыңызды барлығын жазып қойдым. Сол сұрақтарға жауап беретін боламын. Прям топ олардың ішінен бәрі бір-біріне ұқсап кетеді, сол себепті содан 13 штугын алып қойдым. Сол сұрақтарға нақты жауап беремін. Көп уақыттарыңызды алмаймын. Сұрақтарыңызды тағы да қойсаңыздар жүрге болады. Так. Рахмет үлкен Ғалия ханым. Так, қосып жіберсеңіздер болады. Кім пример тағы да осы Вайлбер жайлы кімде қандай сұрақтарын білгісі келетін болса, нақты осы жерге тағы да қоюына болады. Туысқан таныстарыңыз болса, неге шақырсаңыздар, пример эфирге қонаққа шақырсаңыздар болады. Кеш жарық, қалайсыз, Роза әпше? Қалайсыздар, не жаңалықтар? Бүгін нақты сұрақтарға жауап беретін боламын. Алла қаласа, қазір бір-екі нерін жүрейін. Ісіңіз аман есен болсын, ініңіз дейді. Айтып аман есен. Аумин. Бірақ жүрегім прям ауырып қалып дейсің. Прям аяқ астынан келіп қалса жаман болады екен, шын айтайыншы. Айнұр ханым, қалайсыз? Қош келдіңіз. Сәлем. Қыздарыңыз қалай? Қызыңыз өсіп қалды ма? Да болып қалды ма? Қайтадан бұрынғы умида болып шашын жинап алған дейсіз ғой. Просто 2 күннен бері ары-бері жүгіріп не істеп кеттік та, прям. Гүләзия ханым, қалайсыз? Қош келдіңіз. Кеш жарық. Именно обновление бойынша бүгін прямой эфир берейін деп жатырмын. Алла қаласа, обновлениені толыққанды ақпарат беретін боламын. Барлығымызға керек ақпараттар. Қайырлы кеш. Қуаныштамын. Так, бізде қанша болды сағат? Так, 4 минут болыпты. 1-2 минутте күтейік, адамдарды қосымша қосатын. И сосын ары қарай бастай береміз. Прям топ 10 сұрақ жауаптар алып қойдым. Сол сұрақтарға нақты жауап беретін боламын. Жақсымыз, шүкір, рахмет, Айнұр ханым. Қош келдіңіздер. Тағы да сіздердің де өздеріңізден қандай да сұрақтарыңыз болатын болса, нақты жазып отырыңыздар, қосып әңгіме айтатын боламыз, сол сұрақтарға жауап беретін боламыз. Көп уақыттарыңызды алмаймын. Айжамал ханым, қош келіп жатсыз. Саудаңыз қалай болып жатыр? Кеш жарық. Күшті, кеш жарық. Ой, біздің прям супер оқушыларымызды скоро барлығын кейстармен нақты кім, қандай ақша тауып жатыр, қалай түсіп жатыр, барлығын қоятын боламын. Өзіңіздер көретін боласыздар, сәлематсыздар. Так, онда ары қарай уақыт өткізбейік. Сіздерді қош келдіңіздер тағы да біздің менің прямой эфиріме. Жандарым сол. Так, кеттік. Қараңыздар, менде бірінші сұрақ қалай болды? Wildberries обновлениесі жайлы мен өздеріңізге сұрақ қойған болатынмын. Прямой эфирде не білгілеріңіз келеді? Сол сұрақтарға жауап ретінде жазып жатырмын. Wildberries обновлениесі. Қош келдіңіз, Шолпан ханым. Так, Wildberries обновлениесі. Wildberries обновление болды. Бірақтан ол старый, который біз бұрыннан кіргендерге ол болған жоқ. Тек қана жаңадан тіркеліп, жаңадан новый регистрация болғанда, ол новый версиямен шығып жатыр. И ол бізге плюс. Өте оңай, жақсы, бірақтан оны түсіну кішкене қиындау болып жатыр. Көрген болсаңыздар, жаңадан тіркелгендер, жаңадан енді тіркелмекші болған кісілерге айтайын дегенім, обновление деген сөз бізге оңайлату. Өте жақсы, тез, оңай жасап берді бізге. Яғни артикулын алып, кәдімгі магазинде бұрын біз товар салатын кезде нақты біреудің данныйлары болса, немесе телефонда бар болса, Каспиде бар болса, сол данныйларды біз өзіміз қолмен теріп толтыратынбыз,
Ал қазір ондай жоқ. Нақты жазып қойған, ол жерден өзіңізге керек как шаблон ретінде, шпаргалка ретінде тұрады. Сол шпаргалканы өзіңіз керек жерлеріңіз ауыстырасыз, керек емесін ауыстырмайсыз, и все. И данныйыңыз дайын. Одан кейін артикул товара деген жер бар. Артикул товара деген жерінде бұрын біз екі данный толтыратынбыз. Ағылшынша жазатын жер болатын, и және де просто былай товардың атын жазатын жер болатын. Сол екеуін бір жерге қосып қойды. Сол себепті бізден наименование шықпай жатыр. У кого наименование шықпай жатқан болса, сол наименованияға нақты дроп арқылы жазатын бүкіл информациямызды артикул товараға жазамыз. Нақты ол SEO. SEO деген ключевой поисковый сөздер дейміз. Поисковый біздің оқуда қазір барлығына тегін беріп жатырмыз. Қош келіп жатсыздар, Кәмшат ханым. Так, поисковой беретін барлық сөздерін бізде Эмпостат деген аналитика бар, және де Market Guru деген бір. Market Guru прям супер күшті прям жасап жатыр. Яғни сіз не сауда жасағыңыз келіп тұр, что продавать деген болады. Что продавать бассаңыз, нақты қанша теңгемен қанша рубльнің арасында сауда жасағыңыз келіп тұр. Қаншалық заттар сатылып жатыр. Қазір именно ол жерде нақты жазып қойған сұралады. Сол жерде сізден не сататын болсаңыз, сол сататын затыңыздың немен жазуыңыз. Например, ол жерде мен кеше ғана қарадым, сабо деп жазылып тұр да. Сабо деген білеміз, сабо кәдімгі шомылғанға балаларға кигізіп қоямыз, оны резинка тапочка кәдімгі. Біреу тапочка деп жазған, қалай сабо деп жазылған сөз, ключевой сөз, сол сөз, и одан кейінгісі для там купальника, для купания, для осындай туриста, для анау мынау деп жазылған, и сол сөздерді біз қолданатын болсақ, бізде уже прям нақты карточка дайын, яғни адамдарды шақыратындай SEO дайын. Сол SEO-ның барлығын беретін аналитиканы біз оқушыларымызға тегін беріп отырмыз. Осы Алла қаласа, осы 13-ші күні понедельник новый поток. Сол новый потокта 3-ақ адам қалды орын. Біз 3-ақ адамды орын толып қойған болатын, просто бала шағамыз бар ғой барлығымыздың. Балам ауырып тұр, понедельник күні осындай күйеуім бірдеңке вахтадан келіп қалып жатыр, или барып жатыр деген сияқты сондай жағдайлар брон жасалған. Ол кісілерге айттық, жоқ, брондарыңыз тұрады, ауыспайды, тек қана ол орындарыңызды біз басқа біреуге береміз деп, сол үшін бізде 3-ақ орын ашылып тұр. Егер үлгеріп қалсаңыздар, прям супер. Бізде сол Эмпостат емес, Market Guru қазір супер болып жатыр. Барлық оны қалай қолдану, соның барлығына тегін беретін боламыз. И солай. Так, одан кейін жаңа версия жайлы деп тағын жазған. Ол жаңа версия деген нақты қазір солай. Жаңа версияның екі затты біреу, мына затты, о жерден бұрын бізде артикулды жазған кезде ортасында пробел басып қалсаңыз, пробел баспа, это удалите пробел дейтін. Ал новый версияда оны ештеңке сұрамайды. Яғни сіз жазасыз болды. И сол дұрыс па, дұрыс емес пе кете береді да. Нақты солай істейтін болады. Сол себепті оның барлығыны жаңа версияда артикул товара деген, артикул деген жерге нақты бөліп жаза беріңіздер. Так, Market Guru қанша дейді? Market Guru негізінде ол платный, біз оқушыларымызға тегін беріп жатырмыз логин парольдармен. Так, одан кейін табыс, оның өзін сатып алуға бола ма? Я, өзін сатып алсаңыз болады. Ол Эмпостаттан чуть басқашалау, оңайлау и және де кішкене арзандау. Себебі әр адам 50 мың, 60 мың теңгеге ай сайын плюс ала алмайды да. Менің өзімде маған қымбаттап кетті. Поэтому ол Market Guruға өттік. Сәлематсыз, қош келдіңіз Гүлден ханым. Прям мен постоянно қарап отыратын менің оқырмандарым, сіздерді жақсы көріп отырамын, маған жазасыздар. Прям бұл сезімді айтып жеткізу болмайды екен, шын айтайыншы. Сіздер менің прям жылулықты сезем сіздерден. Қуаныштымын. Так, курсыңыз қанша дейді? Курсымыз нақты қазір бізде менеджерлер айтатынмын, мен сонда да мен жасырып не істеймін. Полностью мен плюс тағы да обновлениялар беріп жатырмыз, базарға өзіміз алып баратын кураторлар сөйлесіп қойдық. Барлық товарларыңыз түскеннен кейін товарды қайдан алу керек, кімнен алу керек, қандай алу керек, соның барлығын айтатын боламыз. Кураторлар нақты базарға алып барып, сол жерден товарыңызды алып келіп орап, қандайштырып бәрін жасайды, А-дан Я-ға дейін. Қосымша бізде обновление дейміз ғой, қосымша оқушыларға мүмкін
мүмкіншілік тағы да беріп отырмыз. Сол себепті бізде негізгі бағасы 150 мың, офлайн, онлайн 120 мың теңге. Осы 13 числоға дейін негізі скидкасын берген көп адам маған жазыпты, осы скидкамен брондап қойды, басқа болды, сол себепті оны скидка бермеймін. Енді менің де бизнес болып жатыр бұл жерде. Прям супер обновление 150 емес 200 мың теңге келесі айда ала қаласа 200 мыңға біз достойный білім берейін деп жатырмыз. Сол 200 мың емес, сол 150 мың теңгеге ала аласыздар офлайн, онлайн 120 мың теңге. Бірақ енді сіздердің уақыттарыңыз бөліп, осы премьер келіп отырғандықтарыңыздан сіздерге 130 мың теңге скидка тағы да беріп отырмыз. Онлайн 100 мың теңге. Все от и до, адан яға дейін. Результат до первого заказа, до первого клиента. В общем, солай. Енді бірақ реклама болып кетпесін, сұрағандан кейін айтып жатырмын. Сәлеметсіз бе, Наско сол дейді. Қош келдіңіз. Біз қалай мен енді қосылдым дейді. Қалыңыз қалай, мен енді қосылдым. Қуаныштымын, қосылып келе бергеніңізге, қонақ болып келіңіздер. Так, одан кейінгі сұрақ, табыс табуды үйретіңіз. Табыс табуды әрине үйретеміз. Бұл жерде тағы маған сұрақтарға жауап берген кісі болды. Ол инфографика деген бар ғой, адамды товарный вид жасауымыз керек. Біз басқа қалада болатын болсақ, қалай жұмыс жасаймыз деген сияқты. Оның барлығы инфографика, маркетинг сабақтарында жасалатын болады. Міндетті түрде оны қалай ключевой сөздермен қолдану, маркет гурумен қалай қолдану, соның барлығыны вместе үйреніп кетесіздер, Алла қаласа. Аллаға шүкір, көріп отырсыздар, бізде жақсы результаттар, заказ, бізден оқып, одан кейін мені қанша адамдар өздерінің табыстарын, бізде оқыған адамдарға Алла қаласа барлығына емес, именно дұрыс информация, дұрыс экзамен тапсырғандарға біз сертификат береміз. Біріншіден сіз ол сертификатпенен, бірінші сіз дәлелдей аласыз, қай жерде оқығаныңызды, екінші сіз жақсылап үйреніп алсаңыз, өзіңіз де сол сабақты біреуге үйрете аласыз. Мен оны сен үйретпе, сен басқа қылмай емес. Не үшін? Мен де жұмыс жасадым, сіз де жұмыс жасай аласыз, сіз де видео түсіре аласыз. Нақты көрші қолаңдарыңыз бар. Біреу, например, осындай сабаққа 150 мың, 200 мың, 300 мың теңге жағдай болмай тұрса, сізден оқысы келеді. Сен таныс адамсың ғой, жарайды, до конца білмесең де, хотя бы товар салуды білесің ғой, сертификатың бар ғой, үйрет дейтін болса, қолыңызда сертификат болады. Пожалуйста. Яғни сондай бізде ары қарай өзінің жұмысын, бизнесін дөңгелетіп кеткен қыздар, жігіттеріміз бар. Одан кейін бізде нақты поставщиктер береміз, кімдермен қалай, қандай каналдары бар, қаншамен алуға болады, оның барлығын үйрететін боламыз, айтатын боламыз. Так, одан кейінгі сұрақ, бізде онлайн оқығандар товардың суретін қайдан алып салады, өзі товарды көре алмаса дейді. Ол товарды көрудің қажеті жоқ. Сіз телеграм каналда барлығы жазылып тұр, қаншамен тұр, и ол жерде комментарий жазылып тұр, падса номерлер бар. Пожалуйста, қосыласыз, сұрақ жауабын сол бар ма жоқ па қоя бересіздер. Сол фулфилментпен жұмыс жасайсыздар. Например, фулфилментке айтасыз, бізде фулфилмент жаңадан қызметіміз болды, Жанебек деген тоже реклама жасап қояйын. Ол кісі Айнабұлақта тұрады, прям барахолканың қасында, оған ешқандай қиындығы жоқ. Барахолкадан алып товарларыңызды, еще Ратушного 64-гі склад Wildberries, сол барахолканың артыңғы жағында айналып өтетін. И сол қарай ол өзі алып барады. Товарыңызды қай жерде екенін айтсаңыздар, сол товарды барып алып, орап, штрих-кодын жабыстырып алып баруға келісіп отыр. Бірақтан енді товарды алып жасаған үшін услуга қосылады, бірақ фулфилменттің қызметі 300 теңгемен 500 теңгенің арасында болады. Супер. Так, отзывтар шынайы ма дейді. Отзывтар, Аллаға шүкір, шынайы. Барлығыны көріп отырсыздар. Номерлер керек маған осы кісі дейтін болсаңыздар, Инстаграмда біреулер Инстаграмы жоқ, біреулер Инстаграмы бар дейміз. Сол себепті егерде осы кісі менде бар ма дейтін болсаңыздар, группамызда, пожалуйста, қанша дейсіздер, соның барлығына жекесіне шығып, сен осындай ақша тапқан бердің дейтін болсаңыз, ол сіздерге өзінің кабинетін ашып көрсетіп бере алады. Қанша еще даталарды тіркеліп тұр, қашан тіркелген, взаиморасчеты деген финансида тұрады, қай уақытта тіркелген, и қазір қанша уақытта уже заказ, қанша уақытта ақшасы счетына түскен, соның барлығын көріп біле аласыздар. Ол барлығы шынайы. Так, болмайды дейді Ардакүл. ИП болмаса да бола ма? Жоқ, ИП міндетті түрде болу керек. Так, ол ИП заңды түрде тіркелетін болғандықтан. ИП-мен жұмыс міндетті. Молодец, біздің Таңшолпан ханымымыз мені өзі заказы түсіп жатыр. И және де бізде тағы да живой отмена білмей товарларыңызды таппай қалсаңыздар, отмена жасасаңыздар, ол 0-ге түсіп қалғаннан кейін, 0-ден кейін де 0 рейтингден де жоғары шығып көтеріліп өзінің результатын шығарып отырған мені біздің Таңшолпан ханымыз. Яғни бұл жерде тек қана мықты, жақсы білетін адамдар ғана жоғары жетістікке жетеді. Барлық жерде сондай. Ол сіз тастап қоятын болсаңыз, бір нәрсені бастап ары қарай жалғастырмайтын болсаңыз,
барлық жерде айналаңыздың бәрі ақша. Киіміңіз ақша, инстаграмыңыз ақша, жүргізгеніңіз ақша, таргетіңіз ақша, біліп бәрінен де ақша жұмыс жасап жатыр. Сол себепті барлығымызда риск бар. Аллаға шүкір, Алла берген бәрін жасай береміз. Так, и без НДС деп уақытша жазсақ бола ма? Жоқ, бәріміз без НДС жазамыз, себебі біз Қазақстанда тіркелген ИП-міз, егер де Россияда тіркеліп сол жаққа налог төлейтін болсақ, барлығына с НДС болады. Ал біз енді басқа қаладан болғандықтан, басқа страна болғандықтан ИП без НДС дейміз. Так, одан кейінгі сұрақ, бізде отзывтар шынайы айттық. Студенттеріңізде импостаттан ниша таңдауға көмектесіз бе? Көмектесеміз. Нишаны что продавать, қалай жасау керек, қалай жазған дұрыс, оның барлығын осы новый потогымызда беретін боламыз. Оның біз бағасын көтерген жоқпыз. Сол баға және де қазір скидка беріп отырмыз осы группа премия эфир бойынша. И сонымен үлгеріп қалсаңыздар болады. Ал ол келесі уже ол жерде үлкен ақшалар ойнайды, үлкен результаттар болып, өзіміз пландастырып отырмыз. Айтып едім, сіздерге осы новый жарко жаңа айға, жазға бізде жаңалықтар көп деп. Вот соның барлығын жасадық, лимиттер алдық, сол сіздерге беретін боламыз Алла қаласа. Маржасы көп товарды қалай таңдауға болады? Маржасы көп товарды, например, қазір Dyson дейік, бірақ ол үшін сізде товарооборотта ақша болу керек. Маржасы көп болу үшін сізде товарооборотыңызға ақшаңыз болу керек. Ақшаңызға қарай, например, сіз 1000 теңге мен 10 000 теңгенің арасында товар алатын болсаңыз, оны сіз 20 000-ға сата аласыз. Одан да көп сатуыңызға болады, бірақтан оны зерттеу керек, қарау керек, и инфографикасын, маркетинг жасау керек, міндетті түрде. Так, келесі сұрақ, бізде менторство не ол дейді. Менторство деген негізі не ол? Менторство деген өзіңе ұқсаған тура сондай адам шығару деген сөз. Менторствода сіз нақты, сіз қазір қандай тапқыңыз келеді, от үйді, сіз тура умида болғыңыз келе ме? Әлде менің бүкіл білімімді от үйді менен индивидуально алғыңыз келе ме? Сол сіз индивидуально сабақ аласыз, от үйді адан, яғни до первого заказа, до первого счетыңызға түскен ақшаңызға дейін до конца ашып тұрып, үйретіп, соның барлығын жасайтын боламыз. Рахмет дейді, қуаныштымын. Так, одан кейін товардың фотосын әдемі етіп салуды үйретесіз бе? Әрине үйретеміз. Себебі өзім маркетолог, таргетологпын, сол жағынан уайымдамаңыздар. Так, одан кейінгі сұрақ, бізде марафон деген екенсіздер. Марафон қалай болып жатыр деген сияқты. Алла қаласа марафонды мен өздеріңізден сұрап жатырмын. 990 теңге, 1990 теңге. Екі баға, өздеріңіздер таңдаңыздар. Қалай, оның ішінде от үйді модуль былай болады. Wildberriesті ашып, ол не өзі? Мен өзім 300 000 теңге алған сабағымды сіздерге былай тегін сол марафонда 990 немесе 1990 теңге былай бере салмақшымын. Әрине бере салғым кеп тұрған жоқ, әрине мен өзімді жұмысым, бірақтан сол марафонға қатысып, тағы да қосымша, в общем, Wildberriesті біліп, соған махаббаттарыңызды ашып, көрсетіп, көздеріңізбен соны былай көзбен ашып көрсетпекшімін. Сол марафонда Алла қаласа ұйымдастырып жатырмыз, соны күтіп отырсаңыз, ол марафонда бар. Енді оның правиласы бойынша басқа премия эфир айтатын боламын марафон бойынша. И так, бір жылдан кейін, так, енді бізде сұрақтарға жауап бердім. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, қазір осы жерге тағы да қойыңыздар. И бізде өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Мен өз-өзіме всегда сұрақ қоямын. Рост, Аллаға шүкір, всегда бар. Бір жылдан кейін өзіңізді қалай елестетесіз? Менің кураторларым, мұғалімдерім барлығы сөйтіп үйреткен, мимен жұмыс жаса, миды үйтіп айтыңыздар, бүйтіп айтыңыздар дейді. Оның барлығы реально работает. Егер де сіз бір жылдан кейін өзіңізді қалай елестетіңізді білмесеңіз, Wildberries сізге үлкен мүмкіншілік беріп отыр. Даже бізде қазір мен сіздерге живой көрсетіп бере аламын. Өзімізде бірінші кірген кісілеріміз бар. Сол кісілеріміз қазір аптасына 700 000 емес, кеше ғана шотына түсті 1 200 000 теңге. Әрине 1 200 000 теңгеге жеткенше ол күнде карточканы толтырудың қиын, например, оны күнде толтырады, күнде жасайды, еңбектенеді, бірақтан күніне 2 сағат қана уақыты кетеді, кешке товарларын бәрін жинап, орап, штруканы жабыстырып, бәрін түнде 3 пен 4, 5 сол тол уақыт алып барады, соның барлығын жасап, Аллаға шүкір, қазір 1 200 000
апталық ақшасын алды да, миллионер прям шөкіс рахмет деп. Ол үшін мен тек қана кайф жасаймын, кайф болады ғой маған. Менің қолымнан келді, бір адамның семьясы осындай өзгерді, біреу миллионер атанды деген сияқты. Ол үшін тек қана қуанамын. Өздеріңіздерге сұрақ қойыңыздар, қазір қандай жағдайда болсаңыз да, қандай да дейді. Қосып қалды ма? Қатқан кет қалды ма? Рейтингді көтеру үшін не істеу керек? Рейтинг көтеру үшін көп товар толтыруыңыз керек. И және де бір 20 сағаттың ішінде жеткізсеңіздер 6%. Енді айттым, доказ айта берейін. Wildberriesте мынандай правила бар. Керемет фишка. Сіз заказ түскеннен кейін 20 сағаттың ішінде жеткізетін болсаңыз 6% алады. Логистика хранение. Ешқандай ол 12% болуы мүмкін, хранение бөлек алуы мүмкін, тағы да бірден ондай барлығын алып тастайды, тек қана 6% алады. И все. 6%. Енді 20 сағаттың, енді барлық жерде сондай. Сіз қанша тез жұмыс жасайсыз, сізге заказ көбейе береді. Рейтинг көтеру үшін самовыкуп жасасаңыздар болады. Егер де сізде сауда болмай жатса, өз-өзіңізге товарыңызды сатып алсаңыз болады. Например, ол басқа қалада, басқа именно Россияда болған дұрыс, себебі Қазақстанның өзінде ол подозрительный болып қалады. Сол себепті Россияда туысқан таныстарыңыз болса, сол кісіге мынандай артикулдағы менің товарым, осыны заказ бер. Сіз сол товарға товарыңызды жібермесеңіз, просто пустой кәдімгі баклажка бар ғой, соны пустойды болса да орап, штрих-кодын соны жабыстырып, соған жіберсеңіз болады. Ол ақшасын төлейді, өз-өзіңізге товарыңызды алып, солар рейтинг көтерсеңіз болады. Сондай да фишкалары бар. Так, әрине жетістік дейді. Так, рейтинг көтеру үшін Таңшолпан ханым 1990 дейді. Әрине, мен қазір тоже опрос қалдырған болатынмын. Сол опросқа айтамын деймін, модульдарын келесі именно презентация беретін боламын. Сол презентация бойынша ол марафон тек қана бізге емес, например, новый адамдарға емес, именно жаңадан кірген адамдар, бұрыннан, например, басқа жерден оқыған, видео сабақ алған, например, ол кімдерге байланысты. Сол сауда болмай жатқан адамдарға қосымша көбейтіп, товарын дұрыс жасай алмай жатқан, карточка дұрыс толтыра алмай жатқан жағдайда қай жерде қате болып жатқан соларға арнайы марафон болайын деп жатыр, бомба болайын деп жатыр. Так, рахмет дейді, қуаныштымын. Мен сіздерге былайша айтатын болсам, нақты Wildberries деген жалқаулардың жұмысы. Шын айтайын. Товар саласыз, еще товар қолыңызда болуының қажеті жоқ. Товарды компьютерға саламыз, маркетплейсқа жазамыз. Заказ түседі, еще клиент іздемейсіз. Өзі ақша, клиент өзі түседі, клиентті даже клиентпен байланыста жоқ вообще бізде ше нақты Wildberriespен нақты действительно бізге қазақтарға арналған ғой. Ойлаңызшы, жұмыс жасамайсыз, товарды өйтпейсіз, упаковка, тек қана товарды заказ түскеннен кейін клиент өз заказ беріп, ортада ақшаны біреулер төлеп қояды уже. Ортада ақшаны ұстап тұрады, Wildberries себебі заказды сіз таппай қалуыңыз мүмкін, именно сол модель болмай қалуы мүмкін. Отмена жасайтын болсаң, ол басқа біреуге жібереді сол запросты, заданиені. Поэтому сіз заданиені орындасаңыз, болды, ақшаңыз түседі. Бұрын бізде король Денис деген болатын. Ойбой, естігенсіздер ма, білгенсіздер ма, менде кіріп отырған оқушыларым бар, тоже біледі. Ол кісі, біз оны шығаратынбыз. Ойбай, жиналып оны қаншама болып жасаймыз, шығарамыз оны біз. И сосын бірден 5 параққа каждый дата акцептована, осындай уақытта қол қойғам, алғашқы офертама, осындай отчет, мынандай мынандай счет деп бәрін толтырасыз, қол қоясыз, печать басасыз, оны сканерлейсіз, сканерлегеннен кейін 3 мегабайттан аспау керек, оны король Денис деген пароль неге бухгалтерға жібереміз. Бір поштада қараңыз, Белоруссия, Киргизия, Қазақстан бәрі соған жібереді. Когда сол кісі қол қоймайынша біз ақша аламайтынбыз. Қазір вообще супер, сіздерге мүмкіншілік суперші. Бір кнопкамен басасыздар и все, ақша түсе береді. Данные дұрыс толтырсақ болды.
Қазір бізде бәрі ақша түсу, бұл алғашқы ақшам түсті, алғашқы заказым түсті деп көрсетіп отыр. Менің группамда да тоже сторис салып отырмын ғой, көріп отырсыздар. Оның барлығы реальный результат. Ол мен мақтан тұтып айта аламын. Онлайн Тұрарбек деген ағамыз онлайн оқыған. Онлайнда да керемет мүмкіншілікпен, керемет результатпен өзінің кеше 94 мың ғой деймін, 94 мың теңге ақшасын Wildberries-тен алды. Конечно, жарайды, 94 мыңның сізге примерно расходыңызбен кетсін, бір 30 мыңы, 40 мың кете қойсыншы, 50 мың теңге таза пайда ғой. Ойлаңызшы, просто қосымша келіп тұр да, енді бастап жасаған кезде. Так, қашан болады марафон дейді. Алла қаласа, енді өздеріңіздердің уақыттарыңыз, өздеріңіздер белгілейсіздер деген сияқты ғой. Дальнейшем осы 2 аптада бұйыртса жасау ниетіміз бар. Ол именно маған көп адам жазып жатыр да, дайректке мен мындай сабақ алған едім, результат болмай жатыр, заказ түспей жатыр, мен карточкам дұрыс болмай жатыр, и және де біреуге штраф қойып қойған, біреу логистикасын дұрыс есептемеген, маржасын дұрыс есептемеген, сол кісілерге өзімнің бүкіл осы 300 мың, 500 мың не алғам, практика жүзінде қандай менде болған, соның барлығын былай бере салғым кеп тұр, шын жүрегіммен. Нақты сіздерге жаңадан қосылып кіріп атқан кісілер, Замимару дейді, тағы да Мавлударжан дейді, Нажмидина дейді, барлықтарыңызға қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Сұрақтарыңыз прям болса, Wildberries бәріміз қарап отырмыз, барлығымыз жұмыс жасай аламыз. Барлығымыз. Даже компьютерді білмесеңіз де жұмыс жасай аласыз. Орысша білмеймін, мен қалай жасаймын. Менде орысша бір лимит жетпейді, лимит бітіп қалады. Сол үшін соның өзінде де жұмыс жасап жатырмыз. Апта сайын ойлаңызшы, ешқандай бастық жоқ, басқа жоқ. Мен қазір декабрьде оқыған болсам, январда мен нақты қанша, ойлаңызшы, бір ай не доступ жоқ, кері байланыс жоқ, өшіп қалып, басқа болды, қанша ақшам күйді, и одан кейін оны тағы да қосымша сабақ алдым, білмейтіндерден деген сияқты, тағы да сабақ оқыдым. Содан бізге февральда болды ма? Февральдан бастап қазір январь, февраль болса март, апрель, май, июнь. Енді июнь болып жатыр. 3 ай дейік, бірінші дата, прям нақты айтатын болсам, 3 айда Аллаға шүкір фулфилменттің 2-сін аштық, Алматы қаласында, және де офис аштық. Ол қаншама 100-ден аса біз уже осы 3 айдың көлемінде 100-ден аса миллионерлерді, енді миллионер болса оның барлығы миллион әлі пока тапқан жоқ. Енді жаңадан последний жасалғандарымыз аптасына, то есть айына стабильно 200-300 мың теңгесін алып отыр. 300 мың стабильно тауып отыр. Поэтому миллионерлерді нақты мен сізге санап бере аламын. Нақты бізде миллионер қазір қанша болды? Кеше 13-ші адам болды ғой деймін. Күшті 13 миллионер, апта сайынғы миллионерлер, ол ай сайын емес, басқа емес. Поэтому біз барлық жетістігін қуанамыз. Сіздерге де сол осы Wildberries-пен айналысқандарыңызды, осыны кішкене түсініп, жарайды менен оқымаңыз, басқа біреуге барып болса да, осы затты елдің бәрі айтып жатыр, бәрі жасап жатыр, неге жасамасқа деп хотя бір жасап көріңіздер. Бірақ қиын емес, өте оңай. Адам когда неге қорқады, сол затқа барған дұрыс негізі. Так, маркет гуру қайдан алады дейді. Маркет гуруды өзінің сататын нелер бар. В общем, без лимит болады, лимитпен болады, оны тоже сатып алсаңыздар болады. Біздің өзімізде де бар. Олы тоже Россиядан алдық, сатып алсаңыз болады. Так, Майра Нұрдин дейді, товарды қайдан аламыз, мен өзім Тараз қаласынан дейді. Товарды кәдімгі телеграм каналдан алып отырмыз, барахолкадан аламыз, кәдімгі базардан, и соны арғарай товардың суретін жасап, инфография, товарный вид жасап, и соны магазинге қоямыз, бұл заказ түскеннен кейін сол товарды ала бересіз. Сіз ешқандай сіздің керегіңіз жоқ складқа. Айтады да, мен өзім болмасам қалай қабылдайды. Ол складқа сіздің кімнің товары, ол чей товар, вообще ешкімді қызықтырмайды ол. Фулфилмент бәрін товарын жинап, өзі апарып өткізіп келе береді. Сіз тек қана товарды маркетплейсқа дұрыс толтырып, дұрыс жасап, заказыңызды түскеннен кейін дұрыс штрих-код жіберуді білсеңіз болды. Қалған бәрін фулфилмент істеп, сіз үйде отырып, үйден шықпай-ақ жұмыс жасай бересіз. Так, Зухра Емберген қызы, сәлематсыз, сізді да көп көрем, рахмет барлықтарыңызға. Так, чатта бізге маркет гуруға доступ бересіз ба? Я, иншаллах, берем.
Так, сәлеметсіз бе дейді, сәлеметсіз. Иншаллах мен де боламын, сізбен бірге ниет күшті болып тұр дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Жоқ, маған емес, просто өзіңіз осы нәрсені осознанно түсінетін болсаңыз болды. Осознанно білсеңіз болды. Мә осы заттан үйтемін екен, мә осы заттан жасайды екенмін деген сияқты ше. Өміріңіз өзгереді. Мен сізге гарантия беремін. Действительно өзгереді. Бастық жоқ, басқа жоқ, апта сайын ақшаңызды алған, бірінші ақшаңызды заказыңыз түскеннің өзі қандай күшті да, бірінші ақшаңызды алған, вообще супер. Так, fulfillment бар дейді, fulfillment барахолкаға бармай товар ала аламыз ба дейді, барахолка бармай, fulfillmentпен ала бересіздер. Так, fulfillment бар дейді. Ардагүл ханым, сіз өзіңізде fulfillment бар ма? Тоже егерде бізбен байланыссаңыз болады. Бізде де көп адамдар бар, fulfillment жетіспейді негізі. Көп адамға fulfillment жетіспейді. Так, fulfillment бар дейді. Бағасын айтыңызшы дейді. Ненің бағасын? Сабақтың или как? Жазира Нұрсалым қызы дейді, қош келіп атсыздар, прям қуаныштымын, мені қарап күннен күнге көбейіп жатсыздар, менің прям инста әлемімдегі туысқан таныстарым көбейіп кетіп баратыр, барлықтарыңызды жақсы көремін деп, прям күнде өз-өзіме мотивация аламын сіздерден. Сразу сіздермен байланысқан сайын менде прям крылья дейді, қанаттарым ұшып барады. Одан саман мықты сіздерге бірден келе бергім келеді. Ешқандай мен самый главный ниет, мен ниетті не бастаймын, барлық жерде солай. Ниетіңіз қалай, сол ниетіңізге қарай береді дейді ғой. Барлығымыз, осы мен қанша адам қарап отыр сторисімді, 100-ден аса 200, өткенде 200 бірденке болды да, соның барлығы ақша тауып, осы нәрсені айтты ғой, осы қыз Умидадан естіген едім деп жазайды да маған. Сол үшін, содан менен хотя бы информация, инсайт алып, сонымен айналысып ақша тауып кететін болса, мен ол үшін тек қана қуанамын. Тек қана жүрекпен, прям сіздерге ішімнен бақыт, сол миллионер болуды тілеп отырамын. Себебі мен де сіз сияқты деп айтпай қойын, лучше мен өзімді айтайын, 25 мың теңгеге жұмыс жасағым. 50 мың теңге зарплата, жол кіремен 25 мың кетеді, 25 мың теңге жұмыс жасағым. Поэтому сіздерді өте жақсы түсінемін. Азаннан кешке 6 күн жұмыс, ойлаңызшы, 6-да бір вообще ештеңеге уақыт жетпейді. Анам дейміз, басқа деді, мен өткен бір прямой эфирде айттым. Оказывается, ең қымбат зат бұл уақыт екен ғой. Уақытты қайтарамыз, қанша миллион, миллиард берсеңіз де. Қазір мен сізге айтып өтіп кеттім, сол нәрсені естімеңіз, қабылдамады, жарайды дедіңіз де, бірақ шешімді сіз дәл қазір шешпесеңіз, сіздің орныңызға біреу келіп өзгертіп бермейді ештеңе. Так, қарапайым жансыз дейді. Рахмет, Ардагүл ханым. Маркет гуру бағасы. Маркет гуру негізі мен өзім 50 мың теңгеге безлимит деп алдым. Оны мен сіздерге 15 мың теңгеге сата аламын, айлығын. Мен өзім соны сізде 15 мың теңгеге маркет гуру хочу алғым келеді дейсін болсаңыздар, маркет гуру мен сіздерге 15 мың теңгеге бір ай доступ бере аламын. Ол бір айға беріледі, ол полностью безлимит бір жылға аламайсыз, ол қымбат болып кетеді. Ай сайын кәдімгі Wi-Fi сияқты төлеп отырамыз ғой. Мен полный өзін сатып алдым, ол маркет не сияқты ай сайын төлеп отырамын ақшасын. Енді сондай жаңалықтар. Қадырбаев медитет, қош келдіңіздер. Мектептен шығып осындай бизнес жасағым келеді. Ардагүл ханым, сіздерге айтатыным, менің өзімді көратырым бар, Гүлжан ханым көріп отырсыздар, оны мен айтпаймын, жасырмаймын. Прям Өзбекстанда жұмыс жасайтын, қаншама білім бар, мұғалім, доцент, сондай болсын, қорғайын деп жатқан жерінен прям сол системадан қашып келді ғой, себестер ме? Себебі ол енді олында жұмыс жасау керек, бірақтан рост жасаймын, мен ақша көбірек табамын, өмірімді өзгертемін, мен былай жасаймын, мен бір апталық, 2 күндік ақшама машина ала аламын деп өзіңізге жасайтын болсаңыз, сізге басқа зат емес, например, мынанша маған 2 миллион бер, мен сен өміріңді өзгертем деп тұрған жоқ. Или болмаса маған кел, мен мынаншаға бересің, процентке отыр деп атқан жоқ. Просто кел да жұмыс жаса деп отыр. Үйреніп алсаңыз, осы 100 мың теңге, 150 мың теңге алған ақшаңыз, миллиард бөлімге құйған инвестицияңыз, прям ол көп болса көп болады, аз болмайды. Білімге құйғаныңыз, мен оған живой примермін сіздерге. Мен таргетті да оқыдым, сайтты да жасам, біреуді сайт жасап берем, таплинг жасап берем, оған қанша уақытым кетеді да, и еще көңілінен шықпай қалады деген сияқты. Оның барлығын білегенмін, үйренгенмін, бірақтан сол маркетинг, таргетинг, офферлардың арқасында қазір бізде постоянно, Аллаға шүкір, бәрінде заказ түсіп жатыр. Ол
магазинге кірдім, мен заказ товар қойдым, заказ түсе береді деген сөз емес. Тоже онда ключевой сөздері бар, үйренетін инфографикасы бар, маркетингі бар, солармен қалай жұмыс жасап былай өтіп кететін барлығын сіз ең бірінші бір затты біліп алмасаңыз, сіз оны ештеңе жасай алмайсыз. Одан кейін бизнес жасаған кезде ең бірінші сатуды білу керекпіз. Сатуды білмесеңіз, сіз қанша жерден білімді болсаңыз да сата алмайсыз. Яғни оның барлығы былайша определенный келген зат. Бұл менің өзімнің жасаған модулім. Неге мен Аллаға шүкір деп айтайын? Неге бізге заказ түсіп жатыр? Кешіріңіздер, Аллаға шүкір, ол мен жаман демеймін, жақсы демеймін, бәріне түсіп жатқаны ол менің өзіме қойған білімім, өзімнің практика жүзінде мен қанша жолдан былай өтіп, қиналып, убытка болып, сол жолдарды өтпей басып өткенмен, Аллаға шүкір, барлықтарыңыз заказ түсіп жатыр. Тағы да одан да көп түссін. Мен тағы да рост оқып жатырмын, біліп жатырмын, оның барлығын сіздерге бергім келеді. Көп білгеннен не пайда? Біреуге бере алмаса деген бір не пайда деген өлең бар ғой, терме естіп жүрсіз бәріміз бұрыннан, Нұрмұқасамдікі. Сонда мен бұрын түсінбейтінмін. Не айтады бұлар, білсе біле бермейді ма деген сияқты. На самом деле мен сіздерге берген сайын сол нәрсені өзім үйреніп, меңгеріп, мен минус плюстарынан айналып өткеннен кейін соны сіздерге жоқ, былай жүрмеңіз, мына жол қисық, мына жол дұрыс деп бергенімнің өзіне мен тек қана кайфовать ете береді екенмін. Мен өзім де прям с удовольствием жұмыс жасаймын. Шын айтайын, с удовольствием мен өткен жолды сіздер өтпей қиналмай өткендеріңізге тек қана қуанамын. Так, менде сұрақтар бар екен, оқып өтейін. Так. Ол не маркет гуру? Маркет гуру деген, Майра ханым, бұл аналитика. Нақты қандай товар сатсаңыз болады, ол товардың ценасы қанша, именно соның қай цветі сатылып жатыр. Например, памперс дейтіміз, памперстің 5-і бар, 1-шісі бар, новорождениясы бар. И қандай сөздермен поисковой сөздер болады, өзінің поисковой ключевой сөздер, SEO деген. Соның барлығын сіз көріп жасап салатын аналитика. Так, бір айлық жетпейді, конечно, жетпейді. Біздің өзімізге қанша адам ақша тапқан сайын бәрібір расходтар да болады, басқа да болады. Ең бірінші ақша жақсы тапқаннан кейін біз не істейміз? Бизнестің жүрмей қалуының ең бірінші минусы қайсы екен? Мен кеше ғана өзі оқып жүрмін, тағы да мынау өзіміздің бизнес шонбай дейміз, соларды оқып жүрмін, хотя оны алуға ақшам жоқ, бірақ та менторствосын алып оқу үшін оның менторствосы 2 миллион, 1,5 миллион деген сияқты да. Оған қосымша беріп оқуым керексің. Азынан кейін өзімнің менторством болып тұр. Егер де хотя соған байланысты заттар оқып жүрмін. Сол кезде айтады, сен қазір қалай отсың? Например, біз қазір осы сауда жасадыңыз, Wildberries-тен сіз бір, например, 50 мың салып, оны 100 мың қылдыңыз, 50 мыңды сіз 150 мың жасадыңыз да, сол енді, например, біздің қазақтарда бизнес по-казахски дейміз ғой. Не істейміз? Мен, например, тапқан ақшамды барлығын жинадым да, офис аштым, Ол, значит, мен дұрыс деген сияқтымын да. Мен өзім үшін. Оны мен кітаптарды оқыған кезде айтып жатыр, сен ең бірінші қай жерден сол ақша таптың, не саған ақша берді, сен сол жерге қайтадан ақшаңды құй, сол 2 есе 3 есе болады. Бізде қандай болады қазақтарда? Бір бизнес бастайды, жасайды, до конца жасайды да, бір айлық, например, ойлағаннан 3 миллион, 4 миллион тапты ма, болды, барады да машина алады. Барады да бірдеңке қылады, одан кейін оборотқа да ақша жоқ, ары қарай рост жасау үшін, сол басқалардан конкурент өтіп кететіндей бірдеңкені жасауға ақша болмай қалады. Соның бетіне қарап отырады. Ал егер де сен соны қайта құй, қайтадан соны рост жаса, қайтадан көтер сол нәрсеңді, тағы да біреулерге жеке бренд қалыптастырып, басқа боламын, не болады, барлығымен қол жаса, сен прям былай көтеріп ал, и сосын сенде товар оборотың 100 миллион болсын, например, ай сайынғы, сен барында 2 күндік ақшаңа қиналмай, қысылмай 4 миллион, 5 миллионға, 10 миллионға барасында машинаңды аласың. Барасында 100 миллион ақшаң болып тұрса, товар оборотың қысылмай, например, сіз зарплата қазір айтып отырсақ, 100 мың, 200 мың алатын болсақ, 100 мың алатын болсақ, зарплата 100 мыңның 5 мың теңгесі, 6 мың теңгесі сізге жалко емес. Жарайды, 10 мың, 20 мыңға да, например, киім ала аламыз, жалко емес. Тура солай жағдайға жету керексің. Сол кезде саған 20 мыңдай болып қалу керек. Ондай болу үшін сен тек қана бизнеспен айналысың. Ең бірінші атыңа жұмыс жасайсың, и сосын атың өзіңе жұмыс жасайды дейді. Бірақ бізде қазақтарда ондай жоқ. Дұрыс па? Не істейміз? Ақша таптық па? Болды, үй ақша кіріп кетеді, анау болып кетеді, ақша кіріп кетеді дейміз, ананы жасаймыз, жер алып қояйын, ол тұрады жер. Үй алып қояйын, ол тұрады. Сен сол нәрсені көп қылып, прям сол дәрежеге жету үшін сол жұмысты қайта жұмыс жаса, и сосын спокойно қиналмай жұмыс жаса. Қиналмай 2 күндік ақшаңа, 1 апталық ақшаңа жұмыс жасай бересің. Ала бересің керек затыңды. Например, мен қазір Аллаға мың шүкір деп айтайын,
бұрын мен 1000 теңгенің өзі 10.000 теңгенің өзі маған қиын болатын. Зарплатамды 10.000 теңге біреуге беретін болсам, туған күнге баратын кезде ақша береміз, өзіміздің ақшамызды. Жолымыз бар, в общем 10.000 теңге кетеді бір туған күнге баратын болсаңыз. Енді 10.000 теңге ана туған күнге туысқанмен таныс подружкама барғанша осы онға памперс алам ғой, қиналып қалам маған, лучше мен қоя салайын деп. Ол ақша деген бізде миымызда сол ғой. Ақша адамды өзгертеді, ақша бітіп қалады. Ондай емес. Ол инструмент сізге. Например, сол кезде мен одан көп ақшам болатын болса, подругама да барамын, памперсімді да аламын, күйеуіммен де қыдырамын, басқаған да барамын. Ол инструмент. Ол солай қарау керекпіз, негізі. Так, мен алғым келіп отыр дейді. Әрине, дайректке жазсаңыз, сізге жібереміз, логин пароль ақшасын жіберсеңіз, чегін жіберсеңіз, сізге логин пароль, бірақ оны сіз қалай қолдануды білу керексіз. Бір курсқа келіп, біздің офисқа, егер Алматыда болсаңыз, келіп бір көріп кеткеніңіз дұрыс. Демесе, оны біз курсқа жасап жатырмыз, Алла қаласа, соны жібереміз. Дұрыс айтасыз, рахмет. Қазіргі заман бір зарплата, бір пособие қарап отыратын заман емес, реально, конечно, Айдана ханым. Вообще жетпейді ғой пособие деген. 100% гарантия дейді. Маркетолог маркетингте оқытасыз ба дейді. Маркетингді барлығын сабаққа қосылған. Көп білгеннен не пайда, білімін жұртқа айтпаса дейді. Вот, керемет күшті айттыңыз. Так. Надакүл ханым, я дейді, әрине дейді. Ой, рахмет, звездочкаларыңызға, сердцаларыңызға рахмет. Бізде 40 минут болып қапты, көп сөйлеп сіздердің мазаларыңызды алып, немесе уақыттарыңызды алып келмейді. Бірақ сіздерді қимаймын, тағы да шыққым келеді, отыра бергім келеді әңгіме айтып, сіздер маған жазған сайын. Давай сұрақ жауап болсын. Сұрақтарыңыз бар ма? Дәл қазір қандай да сұрақтарыңыз болса жауап берейін. Мотивация жағынан болсын, ақша жағынан болсын. Мүмкін менің мен өзіме білінбейді адам, кейбір заттары, қылықтарым ұнамай қалуы мүмкін. Вот сондай болса да жазыңыздар. Умида, сен мына жерде қате қылып жатсың. Мына сөзің маған ұнамайды, бағыңды өзгерт. Сіздер маған үйретіңіздер, айтыңыздар, мынауың дұрыс емес, мынауың дұрыс деген сияқты. Себебі адам всегда тестілеуде жүру керек. Мүмкін мен білмей қалған жағдайларым болса, сіздер білесіздер деген сияқты. Көп сөйлеп жүрмін ба? Так, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Деп қойын да. Айтады сөздерім көп негізі, ол тақырыптан бөлек болып кетеді да, сол үшін ғой. Тақырып Wildberries па, мотивация Wildberries па, Wildberries сұрақтарыңызға жауап бердім. Маған қандай сұрақ жазыңыздар, сол сұраққа жауап бердім. Жарайды, рахмет дейді. Нақты сіздерге прямой эфирге кіріп, міне қазір 11 адам, 15 адам, 16 адам кіріп қарап отырыпсыздар. Осы адамдар болсын, видеоны сақтады дейін бе? Деп па? Яғни солай, сіздерге егерде осы уақыттарыңызды бөліп, самый главный ең көп уақыттарыңызды бөліп кіріп отырғандарыңызға, сол 3 орынды егерде үлгеріп қаламын десеңіздер, Каспи рассрочка бар, барлығы бар, сол жақтан сабақ өз орындарыңызды алып үлгерсеңіздер болады. Онлайн сабаққа да, офлайнға да 30% жеңілдік дегіз. Бір айда қанша табамыз примерно сіз салған ақшаңызға байланысты. Например, сіз оқығаныңызға бір апта, 1,5 апта кетті, заказ сізге бір аптаның ішінде заказ түскеннен кейін сіз товар оборотқа ақшаңыз болу керек. Хотя 30-50 мың теңге, егер сіз 100 мың грубо ақшаңыз болатын болса товарға, 100 мың теңгеңізді 200 мың теңге үстіне таза аласыз. Таза істеп алу үшін орташа кәдімгі основной жұмысыңызбен қосымша пассивный доход ретінде қосымша 100 мың 200 мың теңгені қосымша алып отыра бересіз. Стабильно аласыз, егер онда нақты осылай жұмыс жасайтын болсаңыз. Егер сіз көп жұмыс жасайтын болсаңыз, бұл жерден біздің оқушыларымыз сияқты 1 миллион, 2 миллионды апта сайын алып отыра бересіз. Так, курсты арзандатасыз ба дейді. Вот сол курстың скидкасы ғой, ол үйті мен сізге маркет гуру бәрін, например, адамдар оқып жатқан, білген адамдар қосымша алмақшы ғой бізден. Олай бөлек алмайсыз, соның барлығы ішінде негізі құндылығы жоғары. Мен оны нақты мені оқыған заттарымны, маркетингді өзіммен бөлек 42 мыңға сатып алғам, например, таргетті бөлек, одан бөлек 28 мың теңгеге өзім топ трендті деген сабақты алып оқығам. Ол топ трендтің өзінде SMM маманы қалай жүргізіледі, қалай сторисқа қалай жасалады, мына инфографиканы, маркетингге қалай миға әсер ету, оның барлығын қосқанда мен 1 миллиондай Wildberries'тің өзінде 300 мың плюс қосымша 100 мың теңге қосымша
білімі үшін Қазақстанның өзінде үйренген 400 мың. Мен өз біліміме сол осы Wildberries-пен дақты үйреніп тағы да басқаларға үйрете алатындай дәрежеге жетуім үшін мен 700 мың теңге құйдым. 700 теңге өзім алдым да, то есть сол плюс еще одан бөлек қанша мен убытка болдым, минус болдым деген сияқты. Солар барлығына сіздер вообще миллион теңгелік сабақты 130 мың теңге, 150 мың теңге өз біздің бағамыз, 130 мың теңгеге аласыздар. Вообще 1% қой. Так. Енді кімге қалай? Мен ешкімді маған кел деп тұрған жоқпын. Өзіңіз мен құндылығын қалай сізге айтып жатырмын. Мен еще 1 миллион берсе де, қазір мен Шомбайға барып бизнесті үйренгім келетін болса, оныкі 2 миллион екен. Мен де сон, жеке осылай жасайды дейсіз. Қазір 2 миллион беріп, соны оқитын болсам, мен жұмыстарым қалып кетір. Неге олардікі қымбат? Не үшін 2 миллион, 1 миллион? Себебі құндылығына байланысты. Себебі барлық нәрсе сен білген практика жүзінде жүретін адамнан алу керексіз ғой. Егер сіз теория жүзінде білетін, тек қана қарап біліп отыратын, кітаптан оқып алған, білген адамнан, психологиясын біліп алған адамнан жасайтын болсаңыз, ода результат болмайды. Всегда айтамыз, всегда бізде оқығанда да айтады, әке-шешеміз де айтқан, анам да айтатын всегда. Сен бір затты айту үшін өзің соны меңгеріп, соны басыңнан өткізу керексің. Егер де сен соны өзіңнен өткізбесең, сен оны қалай жеткізесің? Например, сен су іштің, су ішкеннен кейін ой, тамағым шөлдеуімді қандырды, ішкен кезде маған былай жылы келді, жұмсақ жылы болды. Или болмасам су ішетін, мохито ішетін болсақ, біреулер айтады да, кола жақсы ма, мохито, мен например, дизи. Мен, например, дизи ішпеймін. Например, дизи не үшін ішпейсің? Дизи мынандай, маған мынандай ұнамайды. Мохитоның мынандай жерлері бар. Мен сіз сол нәрсені ішпеп, соның дәмін білмейінше, біреуге ол нәрсені айта алмайсыз. Тура солай мен когда барлық всегда бүкіл прямой эфирімді мен бұрыннан қарап жатқан кісілер болса да білесіздер, мен когда бір затты өзім результатын шықпайынша, сол адам маған айтады, ой, осындай результат болады, осы ақша табасың деп, егер сол ақшаны мен өзім қолыма алмайынша, өзім сол нәрсені өтпейінше, никак ешкімге мен предлагать те етпеймін, курс алып сатып, алда сат, мынаны өйтесің де байып кетеді, ешқандай емес. Мен когда өзім сол нәрсеге жетем, содан кейін барып сіздерге ұсынатын боламын. Шын айтайын, ол барлық заттың не дейді, жауапкершілігі бар, және де Алланың алдында барлығымыз сұрақ жауапта сұралады. Например, сен 150 мыңға, 130 мыңға сабақ саттың, үйреттің, 1 миллионға алған сабағыңды 150 мыңға құндылығы сұрайды. Ол адам ертең сол 150 мың емес, 130 мың, 100 мыңға алып оқып, соны, например, сен риза болма деген сияқты. Яғни сіз 100 мың теңгелік мен алған менің білімімді ақыма кіру дейді ғой. Біреудің ақына кірмейсіз. Кәдімгідей құндылығын беріп отырған осы құндылық ақысы бар сол нәрсенің. Сол үшін бұл сабақтың да өзінің ақысы бар. Сол ақысынан мен де оның ақысына кіруге менің де дәтім бармайды. Сол себепті оның барлығы қарастырылып, бүкіл результаттар жасалып, осы баға қойылды. И то қазір қосымша тағы да маркет гуру, импостат, қалай базарға бару, поставщик беру, номер, фулфилмент қосымша, полностью жұмыс фулфилментті іздемейсіздер деген сияқты. Соның барлығын жасап отырмыз. И то оның құндылығы ақысына біз кіріп отырмыз. Ой, бұл сен жасап жатқан зат 200 мың теңгелік қой, 300 мың теңгелік қой деп сұрап жатыр да менен. Жоқ, ондай емес. Қазір осы скидкамен, осы адамдар біліп отырғанмен, осымен результатын шығарып, соны жасап. Результат Аллаға шүкір бәрінде бар. Аллаға шүкір. Так, жарайды, рахмет дейді. Бір айда қанша табамыз, оны айттық. Курста звондаса оны жаздық. Не үшін екендігін айттық, Так, қазір онлайн оқып Алматыға барған кезде офисқа барып түсінбеген сұрақтарды үйренсек болады ма? Әрине болады. Әрине онлайнға қазір бізде орын толып тұр. Егер бар жоғын білмеймін, менеджерлер біледі, көмекшілерімге хабарлассаңыздар, сіздерге орын болса алады, болмаса онда басқа потокқа қосатын болады. Онлайнға бізде орын всегда толып қалады. Себебі 2-3 болды, одан көп адам алмаймыз. Себебі мен бүйтіп видео сабақ бере салмаймын. Тура осылай екеуміз бірге қалай сөйлесіп отырмыз, солай басасыз, мынаны басасыз, мынаны қоясыз деген сияқты мен Zoom арқылы тікелей өтемін. Сол себепті онлайнға да көп адам алмаймыз, тек қана 2-3 адам ғана аламыз. Так,
сонда қанша болады жеңілдікпен оқу дейді. Жеңілдікпен 130 мың теңге офлайн, 100 мың, негізі офлайн 150 мың, онлайн 120 мың теңге. Ал қазір скидкамен 130 мыңға офлайн, 100 мың теңгеге онлайн оқи аласыздар. Так, рахмет. Рассрочка қанша? Рассрочка 12 ай, 24 айға бар. Менде сондаймын дейді. Так, келіп қош келді. Амангүл Жакен дейді, қызы дейді. Гүлайым Кажы Галиева дейді. Ақмор Офикл деп қойыпты. Барлықтарыңызға Алла разы болсын, келгендеріңізге рахмет. Сұрақтарыңызға да рахмет. Келесі кездескенше тағы да сұрақтарыңыз болса қалдырамын. Сол сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Прямой эфир